Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге эклер деп аталатын пирожнилердің рецептісімен және жасалу жолын көрсететін боламын. Керекті заттарды видеоның астына описанияға жазып қоямын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Ал эклер пирожниларымызды бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай өлшейтін весек қажет болады. Весейдің үстіне кішкентай кастрюляны қойып, ішіне 200 грамм газдалмаған таза суды өлшеп құямыз. 200 грамм таза су құйғаннан кейін ішіне 100 грамм сливочный май саламыз. Сливочный майдың майлылығы 82%-тен кем болмау керек. 100 грамм сливочный май салып болғаннан кейін үстіне кішкене тұз салып, кастрюляны алып, плитаның үстіне қойып, суымызды қайнатамыз. Міне біздің май салған суымыз қайнады. Осы кезде плитаның астын сөндіреміз. Енді алдын ала дайындап қойған 100 грамм жоғарғы сорт ұнды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Массамыз біріккенше плитаның үстінде 1-2 минут ұстаймыз. Осылай массамызды араластырып тұрып біріктіреміз. Міне дайын болған массаны таза бір ыдысқа саламыз. Ішіне бір дана жұмыртқадан жарып араластырамыз. Менде бұл жерде 4 жұмыртқа, бірақ менде 3 жұмыртқа және 4-ші жұмыртқаның сарысы ғана кетті. Әр жұмыртқа жарып салған сайын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеріңіз болмаса, лопатканың көмегімен де араластыруға болады. Бізде жақсы қоймалжың, өзін-өзі ұстап тұратын консистенция шығу керек. Міне біздің тестамыз дайын болды. Лопатканы жоғары көтергенде осындай қалпында ұстайтын теста болу керек. Тестамыз дайын. Дайын болған тестаны осындай силиконовый кондитерский мешокқа салдым. Сіздер одноразовый кондитерский мешокқа салсаңыздар болады. Осы кезде духовканы қосып қыздырамыз. Листтің үстіне кондитерский коврик салып, кондитерский мешоктың көмегімен тестаны сығып, осындай қалып форма келтіреміз. Мен открытая звезда насадкасын қолдандым. Енді алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 10 минут, верхниз, одан кейін градусын 160 градусқа азайтып, тағы да 15 минут пісіреміз. Духовканың есігін ашпаймыз. Эклерлеріміз 20-25 минуттың ішінде пісіп шығуы керек. Міне біздің эклерлеріміз пісіп шықты. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысқа 200 грамм сливкиді өлшеп құйып, және тәттілігіне қарай сахардай пудра салып миксерлейміз. Миксерді аз скоростан бастап, 5 минуттан кейін жоғарғы скоростқа апарып, сливки қою кремге айналғанша миксерлейміз. Креміміз 10 минуттан кейін дайын болды. Піскен эклерлердің шетін пышақтың көмегімен кесіп, ортасына дайын кремімізбен толтырамыз. Менде осы рецептпен 24 дана эклер пирожнилары шықты. Эклер пирожнилардың үстіне сахарный пудра сеуіп, әсемдеуге болады. Менің әдемі, дәмді, жұмсақ, қонақ келгенде үстелдің сәні беретін эклер пирожниларының рецепті ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.